елдегі қан орталықтарында донор тапшы. Ел бойынша қажеттілік 1000-нан астам қан тапсырушы қажет. Өйткені елорданың өзінде травматологияда 200, ал онкологиялық орталықта 300 адам қан құюды қажет етеді. Бірақ мереке күндері келушілер аз дейді елордадағы сала мамандары. Сондықтан қалалықтар азаматтарды донорлар қатарына қосылып қан тапсыруға шақырды. 2 күн бұрын телеграм каналда көріп қалдым да, донорлар қажет болып жатыр деді. ДТП-лар түсіп жатыр, тағы да там онкологияда адамдар мұқтаж болып жатыр деп, сосын бүгін сол келіп қан тапсыруды шештім. Астана бойынша жылына 60 мыңдай донор қажет. Бұл бүкіл республикалық көрсеткіштің 20%. Жалпы елде 18 жасқа толған, салмағы 50 келіден жоғары азаматтар донор болылады. Қан тапсырғанға дейін дәрігерлер 1-2 күн дайындалып, майлы, сүтті тағамдарды жемеуге, кофе ішпеуге және шылым шекпеуге кеңес береді. Күніне біз 200 донорға мұқтажбыз. 200 донордың себебі 15-20% ол донорлықтан отводиться етіледі. Себебі тісін жұлуы мүмкін, тамақ ішіп мүмкін, тағы да басқа инфекциялар болуы мүмкін. Сол себепті сол 200 донордың 150-160 донордың қаны бізде өнделеді, сақталады және астанамыздың 23 медициналық мекемесіне беріліп отырады. Донордың жетіспеушілігі ылғи да сезіледі. Себебі біздің ауруханада онкогематологиялық науқастар саны өте басым. 60-65% онкогематологиялық науқастар. Бұндай науқастарға күнделікті қажетті қан және оның компоненттері құйылу керек. Барлық қазақстандықтарды әрине донорлық қан тапсыруға шақырамын. Себебі бір тамшы қан бір адамның өмірін сақтап қалады.